Сәлем достар, бүгін сіздерге дімляманың жасалу жолын ұсынамын. Керекті ингредиенттерді видеода жазып өтемін. Алдымен қазанымызға құйрық майды жіңішкелеп турап орналастырып аламыз. Үстінен қойдың етін саламыз. Тұз себеміз. Енді кезекпен туралған көкөністерімізді орналастырамыз. Картоп езілмес үшін соңында саламыз. Тұз бұрышын салып аламыз. Бетін қырыққабат жапырақтармен жауып шығамыз. Екі сағат баяу отта пісіріп аламыз. Дәмі ерекше, жасалу жолы оңай, дімляма дайын, сіздерге ас болсын. Видеоны лайк басып, каналыма тіркеліп өтіңіз.